Болашақ сарайы мүмкіндіктер мекені. Олай деуімізге себеп, мұнда балалар болашаққа нақты қадам басып, таңдайтын мамандықтары туралы жан-жақты білім алады. Қазіргі таңда бұл ғимаратта 61 үйірме және 100-ден астам топ жұмыс жасауда. Алина Жанбатырова жан-жақты болу мақсатында Болашақ сарайында бірнеше үйірмелерге қатысады. Атап айтсақ, салауатты өмір салтын ұстануды көздеп жүзуге, көпшілік алдында өзін еркін ұстап, ораторлық өнерді дамыту үшін стендап және де тұмар би үйірмелерінде дәріс алуда. Алина аз уақыт ішінде жұмысының жемісін жеп үлгерген. Тұмар би үйірмесінің құрамымен облыстық, республикалық байқауларға қатысып, өзін жаңа қырынан көрсетуде. Алина Қайратқызының болашақ арманы елдің атын би өнері арқылы әлемге насихаттау. Біздің ансамбль Тұмар ана аптада конкурсқа қатысты, республикалық. Біз бірінші орын алдық. Болашақ сарайы заманауи ғимарат. Біздің оқуымыздың барлық жақсы жағдайлар бар. Және де осы Болашақ сарайының ашылуына ризамын. Ашылу сәтінен бастап 55 тегін үйірме болса, жуырда ғана 6 ақылы үйірме қосылды. Болашақ сарайы 5 бағыт бойынша жұмыс істейді. Ғылыми техникалық бағыт, шығармашылық бағыт, спорттық бағыт, бейімді орта, психологиялық педагогикалық қолдау бағыты. Және де өз өлкеңді тану, рухани жаңғырудың даңғылы жасөспірімдер мен жастардың бастамасын үйлестіру бағыты. Қарақат Жақсылық, Дархан Жанабеков, арнайы Болашақ сарайынан.